Нұрсұлтанда саяжай қожайындары баспаналарын сүруге қарсы. Қала билігі 50-ге тарта бау-бақшаны бұзып, орнына көп қабатты баспана салуды жоспарлап отыр. Тұрғындар әкімдіктің ұсынған өтемақысына пәтер түгілі жерде сатып ала алмаймыз дейді. Тараптарды әріптесім Айгөз Тұрсынбай тыңдап қайтқан еді. Нұрсұлтандағы саяжай тұрғындарының басты талабы осы. Құжат бойынша бау-бақша деп жазылған бұл баспаналарды паналап отырғандарына 15 жылдан асқан. Алайда елорданы дамытамыз деген әкімдік бұл саяжайларды бұзып, орнына көп қабатты үйлер салмақ. Ал меншік иелеріне ұсынған ақшаға нарықтан пәтер сатып алу мүмкін емес. Алдында келгенде 12 миллион деген. Біз айттық, қазір 12 миллионға біз однокомнатный да ала алмаймыз. Қазір баға қарағанда. Алматы районының әкіміне 2 рет барып жазылдым. Әлі ответ жоқ. Ол кісілер жұмыс істемейтін болса, неге отыр? Орындарын босатсын. Әкімдік өкілдері бұл саяжайларды 10 миллион теңге деп бағалаған. Алайда жүздеген отбасыға пана болған бұл үйлерді саяжай деуге аузын бармайды. Тұрғындары оның аумағын кеңейтіп, жаңа құрылыстар салып жөндеу жүргізген. Енді міне жылдар бойы еткен еңбегі бекер бола ма деп қапалы. Саяжай болып рәсімделген аумаққа 2 қабатты баспана салып алғандар да бар. Өзбекстаннан оралған Ақшан Әлімбетов үйін мемлекет көмек ретінде берген қаражатқа сатып алған. Егер әкімдік саяжайды сүріп тастаса, басқа барар жерім жоқ дейді. Посредниктер келіп жатыр бізге. Арыз маған тиын тебе беріп жатыр. 2006-та келгенбіз. Документіміз бәрі саз. Бәрі семейный. 15 адам тұрамыз жерде. Мен айтам, үй бер, пожалуйста. 4-комнатный квартира бер. Шенділер саяжай орнына жаңа баспана әперуге ешқандай қаржы қарастырмаған. Мұндағы үйлерді сатып алу мен сүруге бюджеттен 187 миллион теңге бөлінген. Мемлекет ұсынған ақшаға келіспей, саяжайдан кетпейміз деген тұрғындарды сотқа береміз деп отыр. Он живет на садовом участке. Саяжайлар тұруға арналмаған. Бұл жерлер оларға бау-бақша өнімдерін егу үшін берілген. Ал құрылыстың құнын экспертизалық топ бағалайды. Егер тұрғындар ол бағамен келіспесе, өздері тәуелсіз сараптама жасап сотқа жүгінсін. Ал Қараша халық бау-бақшаны сүрсе, орнына лайықты баспана берсін дейді. Әкімдік ұсынған бағаға келіспейміз, сотқа шағымданамыз деп отыр. Айгөз Тұрсынбай, Ермек Махметов, Айбат жаңалықтар қызметі.